Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгін электр жабдығын пайдалану және жөндеу пәнінен жөндеуден кейін кабельді сынау атты тақырыпты өтеміз. Бүгінгі тақырыптың негізгі мақсаты жөндеуден кейін кабельді сынау әдістерімен танысу. Сынауды және өлшеуді жүргізу тәртібі, жобалық құжаттаманы зерттеу, тексерілетін жабдықтың паспорттарымен танысу, қолданыстағы электр қондырғыларында өлшеу жүргізу кезінде ұйымдастырушылық және техникалық іс-шараларды орындау, өлшеу аспаптарының жұмыс қабілеттілігін пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарға сәйкес тексеру. Бірінші, кабель желілерінің бүтіндігі және фазалауын тексеру. Желі бүтіндігін анықтау және КЖ фазалау муфталарды монтаждау, қайта орнату немесе пайдалану процесінде кабель желілерін ажыратқаннан кейін жүргізіледі. Кернеуі 10 киловольтқа дейінгі кабель желілерінің бүтіндігін анықтау мегаомметрмен жүргізіледі. Кернеуге КЖ қосылғаннан кейін оның фазалауының дұрыстығын тексеру жүргізіледі. Кернеу астында фазалаудың мәні фазалау жүргізілетін тарату құрылғысы шиналарының бір аттас фазасынан кабельдің қарама-қарсы шетінен тарату құрылғысынан кернеудегі кабель фазасының сәйкестігін анықтау болып табылады. Алдарыңызда көрсетілген сурет кернеудегі кабель желілерін фазалау. А суреті кабель мен шиналардың фазаларының сәйкестігі. Б суреті шина мен кабельдердің соңғы қосылу орнында әртүрлі фазалары. Бірінші, бұл деп отырғанымыз кернеу көрсеткіші, екінші кедергі түтігі, үшінші сым, төртінші шина, бесінші шеткі бітеу, алтыншы кабель, жетінші шиналарды түсіру ажыратқышы. Енді кабельді фазалау кезінде қауіпсіздік техникасы. Фазалау тек кабель желісінің барлық жағынан ажыратылған кезде жүргізіледі. Бұл ретте кабельге жұмыс кернеуін беруге қарсы шаралар қабылдануы тиіс. Фазалау басталарында мегаомметрдің көмегімен кабельге жақын орналасқан барлық персонал тоқ өткізгіш майларға жанасуға жол бермейтіндігі туралы ескертіледі. Мегаомметрдің қосатын сымдардың күшейтілген оқшауламасы болуы тиіс. Оларды тоқ өткізгіш жерлерден қосу кабель сыйымдықтардың тоқтан ажыратылғаннан кейін жүргізіледі. Оқшаулау кедергісін өлшеу. Жоғарғы вольтты кабельдердің оқшаулау кедергісін өлшеу толық ажыратылған кабельде жүргізіледі. Тексеру алдында кабель қақпақтарының, брондардың жерге тұйықталу сенімділігін тексеру және арнайы қысқыштары бар тасымалды жерге тұйықтауға қосу қажет. Кабельдің екінші ұшы бос қалады. Жерлерге жеткілікті қашықтыққа ажыратылған болуы тиіс. Жабдықтың жерге тұйықталған бөліктеріне дейін кабельдің желілері мен желілер арасындағы талап етілетін қашықтықты қамтамасыз ету мүмкін болмаған жағдайда желілерге оқшаулағыш қақпақтар мен жапсырмалар киіледі. Өлшеуді бастамас бұрын сыналатын объектіде кернеу жоқ екенін көз жеткізу, оқшауламаны шаңнан мұқият тазарту қажет. Өлшеулерді аспаптың бағыттамасы тұрақты жағдайда жүргізу керек. Ол үшін генератордың тұтқасын 60 секунд ішінде тез, бірақ біркелкі айландыру керек. Оқшаулау кедергісі мегаомметрдің аспабының көрсеткішімен анықталады. Күшті кабель желілерінің оқшаулама кедергісін өлшеуге арналған сызба суретте көрсетілген. Бүгінгі тақырыпты қорытындылай келе, үй тапсырмасы, яғни тақырыпты қорытындылау сұрақтарын қарастырасыздар және сонымен қатар түзетілген тоқтың жоғарғы кернеумен сынау туралы өздерін қарастырып дәптерлеріңе жазып орындап менің электрондық почтама жібересіңдер. Көңіл қойып тыңдағандарыңа көп рахмет. Сіздерге сәттілік тілеймін.